саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі өтілетін тақырыбымыз бұл бізде нақты процестердің графиктерін пайдаланып шамалар арасындағы тәуелділікті зерттеу. Бұл бізде оқулығымызда 164 беттегі тақырып. Сонымен бізге осындай бір дайын график берілген. Осы графикті біз ары қарай зерттейді екенбіз. Бұл нақты процесс деп тұрғанда бұл бір тәуліктегі ауа температурасының өзгеру графигі. Яғни нақты ғой бізде ауа температурамыз. Сол графиктен пайдаланып біз осы графиктен тәуелділіктерді біз ары қарай зерттейді екенбіз. Шамалар арасында. Сонымен бізде берілгені тікбұрышты координаттар жүйесі, x осінің оң жағын және y осінің толық өзін алғанбыз. Содан неге x осының оң жағын алып тұрмыз? Себебі x осіне біз уақытты қойдық. Уақыт минусқа бармайды. Ол 0 сағаттан бастап 24 сағатқа дейін. Сондықтан бізге теріс жағының керегі жоқ болды. Ал температура ол оң теріс мәндердің бәрін алады. Сондықтан y осінің бәрін аламыз. Содан кейін бізде жаңағы абсцисса осінде уақыттарды алдық, қадамдарын бірдей. Ал ордината осінің бойынан алынған жаңағы ауа температурасының градустары, ол да қадамдары бірдей болып алынады. Енді график салынып тұр. Осы дайын графиктен біз не көре аламыз? Яғни графикті зерттеп көрейік. Онда осы жерде көріп тұрғанымыздай график екі жерден 8-де және 20-да x өсін қияды. Яғни осы жерде x-тері 0 деген сөз. Ондай болса, ол 0 градусты береді. Қай кезде? Сағат 8 бен сағат 8 бен 20-да бізде 0 градусты береді екен. Соны біле аламыз. 0 градусты беретін екі нүкте бар екен бізде. Және ең жоғарғы нүкте қарап тұрсақ, графиктің ең жоғарғы нүктесі мына жер. Ол бізде 3-ке сәйкес келіп тұр. Яғни бізде ең жоғарғы температураның ең көтерілген деңгейі жоғарғы нүктесі ол 3 Цельсий градус. Яғни температура бір тәулікте ең жоғары болғанда 3 Цельсий градусқа дейін шығыпты сол тәулікте. Ал ең төменгі нүктесіне көріп тұрғанымызда ең төменгі жағында тұр. Ол бізде 2,5 минус 2,5 сәйкес келеді. Ол бізде төменгі ауа температурасы минус 2,5 Цельсий градусты береді екен. Солай біз ең жоғарғы, ең төменгі нүктелерін тауып алдық. Енді тағы не көре аламыз? Тағы біз мынаны көруге болады. Осы жерде сағат 2-нің мөлшері ең төменгі нүктесімен ең жоғарғы нүктесі 14 сағат 14-ке дейін кетірілген. Сол аралықта 2-ден 14-ке дейін графигіміз бізде үздіксіз жоғары көтеріліп жатыр. Яғни ауа температурасы үздіксіз жылиды, көтерілу бар. Бұл жерде сонда айтамыз, сағат 2 мен 14 аралығында ауа температурасы көтеріледі. Ал көтерілетін жағдай бар екен. Тағы сол сияқты бізде сағат 0 мен 2-нің аралығында ауа температурасы төмен түсіп тұр. Яғни суиды. Тағы қай жерде суиды? Сағат 14 пен 24-тің арасында да ауа температурасы суып жатыр. Барған сайын төмен түсіп жатыр. Соны көре алады екенбіз. Сонда тағы да енді басқа не қарай аламыз? Басқа біз не? Қай кезде ауа температурасы оң мән алады десе, мынау сызғышпен басайын астындағы бөлігін, үстіндегі бөлігі мынау бөлік. Бізде ауа температурасы 1, 2, 3 деген аралықтағы оң мәнді қабылдайды, қай жерінен болса да. Сонда ол қай кезде? Сағат 8 бен 20-ның аралығында бізде ауа температурамыз оң мән қабылдайды екен. Ал астыңғы бөлігі, ондай болса, теріс мән қабылдайтын дейміз. Онда қараймыз, астыңғы бөлігі сағат 0-ден 8-ге дейін аралықта төмен минустарында жатыр. Және 20-дан 24 аралығында да ауа температурасы бізде 0-ден төмен, яғни минустарды көрсетеді екен. Міне осындай біз тәуелділіктердің арасындағы, шамалар арасындағы тәуелділіктердің осындай қасиеттерін зерттей аламыз график арқылы. Екінші есепті қарастырайық. Екінші есепте
катердің А пунктінен шығып Б пунктіне барғаннан кейін 1 сағат демалып алып, қайтадан А пунктіне қайтып келген жолдың уақытқа тәуелділік графигі берілген. Осы график бойынша бізге айтады, катердің ағыспен жүрген жылдамдығын тап, және ағысқа қарсы жүрген жылдамдығын тап, және өзен ағысының жылдамдығын тап дейді. Біз білмейміз, адам бұға дейін ағыспен жүрді ма, әлде бұдан аға дейін ағыспен жүрді ма, онысын білмейміз. Біз оны жаңағы жылдамдық тапқан кезде білетін боламыз. Ол үшін бірінші 1 сағатта қанша жол жүрді, сол бірдің сәйкес келетін сызығын Y-тің бойынан, яғни жолдың бойынан табамыз. Бұл жерде 24-ке сәйкес келіп тұр. Солай 2 сағатқа сәйкес келетін жері ол 48 мөлшеріне келіп тұр. Ал 3 сағатта өзі нақты көрсетіп қойған осы жерде 72 деп. 70 емес, 72-ге келіп тұр. 3 сағатта. Онда біз 3 сағатта 72 километр жүрсек, 1 сағатта неше жүрді, соны да тауып алуға болады. Осы 3-тің өзінен. Сонымен жылдамдықты табу үшін біз не істейміз? Жылдамдық дегеніміз, ол жолды уақытқа бөлеміз. Жол бізде 72. 72-ні бөліп тастаймыз. 3 сағаттағы жүрген жол ғой мен, 3 сағаттағы. Соған бөлгенде болады 24 километр сағат. Бұл қандай жылдамдық екенін әзірге білмейміз. Қоя тұрайық. Келесі, енді 1 сағат демалды деген сөз уақыт өтіп жатады, бірақ қозғалыс жоқ. Сондықтан ол түзу сызық болып тұр. Келесі, енді дәл осы нүкте бізде 72-ні береді. Онда келесі, ол бізде 4 сағаттағы. 5-ші сағат ол неше жүрді? 50-ге сәйкес келіп тұр екен. Онда осы 2-1 сағаттың арасында ол қанша жол жүрді? Осы аралықта. Соны табу үшін біз 2 нүктенің де 50 мен 72-ге сәйкес келіп тұрған мына жерін бір-бірінен азайтамыз. 72-ні 50-ден 50-ді азайтсақ 22. Яғни 1 сағатта 4 пен 5 деген 1 сағат, 4 пен 5-дің аралығы 1 сағат қой. 1 сағатта ол 22 километр жол жүріп жетті. Сонымен В-ні табу үшін 22 километрді ол 1 сағатта жүрді. 4 пен 5-дің аралығындағы уақыт 1 сағатқа бөлеміз. Сонда 22 километр сағат. Енді осы жерден үлкен 24 бір жылдамдық, екінші жылдамдық 22 одан кіші. Білеміз біз ағыспен жүргенде катердің өзінің меншікті жылдамдығына жаңағы судың жылдамдығы қосылады да 2 жылдамдық. Ол жерден үлкен шама шығады. Өйткені сумен ағыспен бірдей жүріп барады. 2 жылдамдық қосылады. Ал егер ағысқа қарсы жүрсе, онда судың жылдамдығы өзіне қарсы болғандықтан оған кедергі жасайды. Сол кезде жылдамдық азаяды бір-бірінен. Сол үшін осы 2 әртүрлі жылдамдықтың үлкені бізде ағыспен жүрген жылдамдық болады. Сонда мынаны біз ағыспен деп жазып қояйын. Ағыспен жүрген жылдамдық, ал кішісі бізде ағысқа қарсы жүрген жылдамдық, қарсы деп қояйын. Екеуін тауып алдық, бізде 3 сұрақ берілген болатын. Үшіншісі, өзен ағысының жылдамдығын тап дейді. Өзен ағысының жылдамдығы жаңа айтқанымыздай, егер ағыспен кетіп бара жатса, 2 жылдамдық қосылады. В1 қосу В2. 1 дегенім катердің меншікті жылдамдығы болсын, 2 дегенім ағыстың жылдамдығы. Екеуі қосылғанда бізде 24-ті беріп тұр. Ал қайтқан кезде қарсы жүргендіктен катердің меншікті жылдамдығынан ағыстың жылдамдығын азайтып тастаймыз. Сол кезде 22 шығып тұр. Бұл 2 белгісіз бар, бір теңдеулер жүйесі берілді. Пайда болды. Енді осы жерден арғай осыны шешпестен тек біз логикамен шешуге болады. Мысалы, қандай 2 санды қосқанда қосынды 24-ті береді, және дәл сол 2 санды бір-бірінен азайтқанда 22 шығатын қандай сандар? Қосқанда 24-ті беретін, азайтқанда 22-ні беретін 2 санды тауып алу керекпіз. Бізде ол міндетті де оң сандар. Сондықтан теріс санды қарастырып керек емес, өйткені жылдамдық теріс мән бермейді. Сонда біз ойымыздан алсақ, 23-ке 1-ді қоссаң 24, 23-тен 1-ді азайсаң 22. Яғни іздеп тұрған 2 жылдамдық біреуі 23, біреуі 1 екен. Сонымен В1 дегеніміз, ол бізде 23 километр сағат. Ал В2 деп тұрғанымыз, ол 1 километр сағат. Ондай болса,
осы шыққан екеуі, біреу катердің меншікті жылдамдығы, екіншісі өзен ағысының жылдамдығы. Енді катердің меншікті жылдамдығы өзде өзен ағысы жылдамдығынан кіші болмайды. Әйтпегенде ол жүзе алмаушы еді. Сондықтан үлкені бізде катердің меншікті жылдамдығын береді, ал кішісі ағыстың жылдамдығын береді. Бізге тап деп тұрғаны осы болатын. Ағыстың жылдамдығы бізде 1 км/сағат.